Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қасида бұрда турасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Егер дейді, кім қасида бұрдан жатқа алған болса дейді, қасида бұрдан, ол менімен бірге жәннатта болады деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді ол қасида бұрданың негізгі шығу тарихы былай болған екен. Енді бұл араб халқында енді бұл мына әзірге шайыр дейді ғой, жаңағы өлең, ақындық өте дамыған екен да. Өте дамыған екен. Сонда енді бұл кісілердің жаңағы арабтарда бұл өлеңдер біздікі сияқты жаңағы соңы ұйқасса ғана есеп емес екен да. 4 жол болса, қанша әріп болса, әрбір жолда сондай болу керек екен. Мысалы, бұл кісілер жай адамдарды мысалы бай отырғанда ақын деп есептемейді дейді. Мысалы, ол ақын сізге бір шын ұсынып жатып та өлеңменен ұсынады дейді. Сіз алып жатқан адамда өлеңмен алады екенсіз да қолыңызға. Ақын солай болады екен да, негізі. Енді бір адам кетіп бара жатып, жаңағы аяғы шалынып келсе де, жаңағы жерде бір өлең құрап жібереді екен ол адам. Қарап отырған адамдар anaң қарап бір өлеңді құрап жібереді екен. Одан кейін енді бұл ненің ең қиыны, өлеңнің ең қиыны, енді ақындардың ең мықтылары жаңағы алдынан оқыса да, соңынан оқыса да бір мағына береді екен да, өлең. Солай оқиды екен, солай ақындар сол дәрежеге жеткен екен да жаңағы, ең мықтылар. Сонда сол кезінде Зухайр деген бір ақын болған екен. Бұл кісі енді кезінде жаңағы Таурат сондай кітаптарды көрген екен да, көріп сол пайғамбарымыздың келетіндігі турасында хабарды естіген екен. Сонда ол кісі айтқан екен, егер сол ақыр заман пайғамбар келсе, мен сол кісіге жаңағы иман келтіремін, сол кісіге жаңағы не боламын деген ғой, жаңағы көрсем иман келтіремін сол кісіге деп. Сонымен ол кісі сөйтіп жүргенде бір күн бір түс көреді екен. Ол түсінде 2 баласы бар. Енді 2 баласы да ақын бір құдықтың ішіне түсіп кетеді екен. Құдықтың ішіне түскенде бір жарық келеді екен, жаңағы 2 баласы құдықтан шығып кетеді екен, өзі қалып қалады екен құдықта. Сонда ол түсіне былай не берген екен, жорған екен. Мен ол пайғамбарды көре алмайды екен, жаңағы 2 балам көреді екен деп, сол 2 баласына айтқан екен өсиет қылып. Егер сол пайғамбар шықса, сендер сол пайғамбарға барып жаңағы иман келтіріп мұсылман болыңдар деген екен дейді. Содан сол жаңағы бұл кісінің 2 ұлы бар екен, үлкені аты Кағып екен. Кішісі бар пайғамбарымызға жаңағы жолығып иман келтіріп мұсылман болып, бірақ ана үлкені дінді қабылдамайды екен ол кезде. Кішкене сол пайғамбар ма емес па деп біраз сенбей сөйтіп жүреді екен. Содан бұл ақын болғаннан кейін жаңағы пайғамбарымызға бір қарсы бір өлең жазып қояды екен. Содан бұның өлеңі жер-жерге бүкіл адамдарға арасына тарағаннан кейін пайғамбарымыз жаңағы сол кезде жаңағы Кағбаны Меккені фатх қылған алған кезде 10 адам айтады екен да. Мысалы, енді сол кезде барса, егер фатх қылған кезде, мысалы біреу үйінде болса, болмаса үйінде отырса аман, немнің ішінде жаңағы Кағбаның ішінде отырса аман, қылыш көтермесе аман деген, бірақ жаңағы 10 адамды Кағбаның жаңағы несіне, жабуының ішіне кіріп алса да, оны сол көрген жерде өлтіру важип болады екен да. Сол 10 адамның бірі жаңағы кісі болады екен, жаңағы ақын. Өйткені ол пайғамбарымызға қарсы өлең оқыды дейді. Енді сөйтіп жүрген кезде, содан бұл кісі сөйтіп жүрген кезде, соның бұның бір досы кезіп қалады екен, жаңағы Кағаптың. Досы кезіп қалып, соны айтады екен да. Kesіп қалғаннан кейін, осындай енді айтады ғой, жаңағы үгіттейді енді, осы сен иман келтір, мұсылман бол деп сөйткеннен кейін ол айтады енді, жаңағы енді егер жаңағы мен бұйрық бойынша болса, мен сені көрген жерде өлтіруім керек еді. Әзір мен сенімен сөйлесіп тұрмайтын едім, өлтіріп тастайтын едім. Бірақ саған мен осы дінді саған айтайын, осындай дін біз бұл дүниемен болмайды екен, ақырет деген болады екен деп сол жаңағы дінді түсіндіреді ғой, айтады, жеткізеді. Содан кейін жаңағы жігіт неге келіп, иманға келіп, жаңағы соны пайғамбарымыз іздеп Мәдинаға барады. Мәдинаға барғанда жаңағы адамдарды көріп, бұл адам өте қатты таңырқайды екен да, жаңағы өйткені енді кезінде енді арабтарда жаңағы арабтардың өз әдеті бойынша адамдарға былай жақсы суық қарап жүретін бір әдеттер болады екен да арабтарда, жаңағы былай жылы қарамайтын, өйткені енді басқаларға кішкене өзін мықты көрсету үшін сөйтіп жүреді екен. Бірақ ана жерде Мәдинада халықты көргеннен кейін жаңағы бәрі күліп, сондай күлімсіреп жүрген адамдарды көріп, бұл қандай халық деп, соныменен сөйтіп жүріп пайғамбарымыздың қасына кіремін дегенде, соны анаға мынаған айтады екен, ешқайсысы жоқ, сені әкірмейміз дейді. Өйткені сен пайғамбарымызға осындай не айтқансың, сені әкіру болмайды деп сөйтіп жүргенде, жаңағы Осман деген пайғамбарымыздың күйеу баласы разиаллаху анху, ол кісі
мен әкірем дейді екен. Содан басына бір нәрсені жауып, сол пайғамбарымыздың қасына ертіп келеді екен. Ертіп келгенде, ертіп келіп айтады екен да, осындай адам осындай күнә жасаса кешіріле ма дейді пайғамбарымыз. Же кешіріледі дейді. Өстіп сұрап келіп, жаңағы Қағып деген мұсылман болып, соны айтады ғой, саған өзін айтады. Сол да өстіп неге келсе, оны да кешіруге бола ма деген, оны да кешіруге болады деген кезде, міне келді деп жаңағы басындағысын алады ғой. Алған кезде жаңағы кісі дайын тұрады екен, өлеңді сол жерден төгеді екен ғой. Сол әкесінің кезіндегі айтқан жағдайды бәрін айтып келеді ғой. Бүкіл жағдайды айтып, сол пайғамбарымызды сипаттап айтқан кезде, пайғамбарымыз сол жерде отырып, ондай бұрын жағдай болмаған екен, сол бір жеріне келген кезде бір байтқа келген пайғамбарымыз басын шайқаған екен дейді да жаңағыны өлеңіне. Содан тағы бір жеріне келген кезде үстіндегі тонын алып жауып қойған екен дейді жаңағы кісіге, ақынға. Сонда дейді, соның алдында ғана адамдар көрген жерде өлтіру уәжіп болған адам дейді да. Сол жерден шыққан кезде пайғамбарымыздың ең құрметті адамын айланды дейді. Сахабалар жаңағы қолын сүйіп, жаңағы кісінің үстіндегі жаңағы тон алған несін құттықтап сөйтті дейді да шыққаннан кейін. Сөйтіп, сол кісінің жазған өлеңі Қасида Бұрда дейді. Тон алған жаңағы Қасида өлең деген атпенен ат қалған екен дейді. Енді сол Қасида өзі екеу екен дейді. Енді екіншісі дейді, Имам Бұсыри деген кісі болған екен. Ол кісі де жаңағы сондай ақын болған екен дейді. Сондай мықты ақын болған. Ол кісі бұрын сарайда ақын болып жүрген, кейін барып содан бір кісі айтады екен бір күні сол кісіге, Имам Бұсыри деген кісіге, өз сен пайғамбарды түсінде көрген кісі сен емес пе едің деп айтады екен де. Сөйтсе жоқ, мен емеспін дейді. Сол енді түсінде көрмеген екен, бірақ ана естігеннен кейін ол кісі пайғамбарымызға деген бір махаббат оянады екен. Содан бір пайғамбарымызға өлең жазады екен, арналып. Сөйтіп жүргенде бұл кісінің екі аяғы сал болып жатып қалады екен. Салып жатып қалғаннан кейін содан бір күні содан бұл кісі ойлайды екен де, мен енді бір сондай бір қасида жазсам, соны себеп қылсам, мен осы аяғыма сол бола ма деп, соны жаңағы қасиданы жазып та болады екен. Сонда пайғамбарымыз түсіне кіріп, бұл кісінің түсінде оқы дейді екен. Оқы деген жаңағы қайсын дегенде әлгі сен жазған әлгі қасидаң дейді екен. Соны сол күні жазғанын оқып береді екен. Жаңағы оқып бергеннен кейін пайғамбарымыз оны естіп жаңағындай әсерленіп, үстіндегі тонын жауып қояды екен. Сонда таңертең орнынан тұрса, жаңағы аяғы жазып кеткен екен дейді кісінің. Аяғына болып кеткен екен. Аяғынан тұрып кетеді ғой жаңағы, өзі жүре алмай қалған кісі ғой. Содан бастап ол қасиданы да Қасида Бұрда деп айтады екен. Жаңағы тон алған қасида деп айтады екен да. Содан бұл кісі содан мешітке шығайын деп мешітке кетіп бара жатса, алдынан бір әулие кісі кезігіп қалады екен. Ол кісі айтады екен, маған әлгі қасидаңды оқып берші дейді екен. Ол қай қасида дейді. Сен пайғамбарымыз оқып берген қасида дейді. Ой, мен ешкімге әлі оқымап едім ғой, айтпап едім ғой дейді да. Сөйтсе ол кісі де жаңағы түсінде көрген екен да, пайғамбарымыздың ана оқып берген пайғамбарымызға жаңағы кісі. Содан әзірге сол қасида, енді осы әзір сол оқылып жүрген қасида сол кісінің жазған, Имам Бұсыри деген кісінің жазған қасидасы. Имам Бұсыри деген кісі екен. Имам Бұсыри деп. Имам Бұсыри? Қасида Бұрда деген. Енді бұл мәулітте де енді жаңағы қасида деп айтады. Енді осындай мәуліт оқылған жерде дейді, жаңағы бір тағам болса дейді, бір нәрсе болса қойып сол жерде оқылса дейді, солған қосылса, сол қосылған жерде бүкіл тағамға, бүкіл нәрсеге Алла тағала соған берекет беріп қояды дейді да. Мысалы бір адам бір тиын ақшасы болса да, сол ақшасын қойып сол жерге қойса, басқа ақшаларын қосып қойса дейді, соған Алла тағала соған да берекет беріп қояды дейді екен. Сондай мәуліт оқылған жерлерде, пайғамбарымызға арналып оқылған жерлерде жасаған нәрселердің сонда Алла тағала берекетін береді екен дейді. Алла тағала осы мәулітімізді Алла берекелесін. Субханаллахи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Бирахметика. Аллаху акбар.